Саламатсыздар ма менің оқырмандарым? Бүгінгі менің видеом қалай өт жолдарын тазалауға болады, сол туралы болмақ. Ал келесі видеом ағзамыздағы дене мүшелеріміз қалай қартаяды. Видеоны өткізіп алмас үшін мен каналыма тіркеліп, лайк басып, және пікір жазуды, достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз. Өт сарғыш қоңыр, дәмі ашқылтым, қою сұйықтық. Өт бауырда түзіліп, одан кейін өт шығарғыш өзек арқылы өт қабына келіп құйылады. Өт қабынан ағза қажет етсе, ең негізгі өт шығарғыш өзек арқылы 12 шекке келіп құйылады. Ас қорыту кезінде өттің атқаратын қызметі орасан зор. Ол қоректік заттардың құрамындағы майларды ыдыратады. Өттің әсерінен ферменттердің қатысуымен ас қорыту процесі жүреді. Бауырдан бөлінген өтпен бірге ағзаға қажеті жоқ және зиянды химиялық заттар сыртқа шығады. Өт қызметінің бұзылуы өт қабында өттің қоюлануы асқазан ішек жолдарын ғана емес, сонымен қатар басқа да ағзалар мен жүйелерді зақымдайды. Адам ағзасы толыққанды дәрумендер мен микроэлементтерді ала алмайды. Соның әсерінен түрлі шаршағыштық, әлсіздік, ұйқысыздық, тағы басқа симптомдарды байқауы мүмкін. Өт жолдарын тазалау өттің қоюлануын болдырмау үшін өт қабында тастардың түзілмеуі үшін қажет. Ол өт сұйықтығының жылжуына әсер етіп, ағзаның бірқалыпты жағдайда ұстап тұруына әсер етеді. Қазіргі кезде дәрі-дәрмектердің және халық емінің көмегімен өт жолын тазалауда қолданылатын көптеген әдістер бар. Бірақ өт жолын тазалауда қолдануға болатын және қолдануға болмайтын қарсы көрсетілімдері бар екенін ескерген жөн. Қандай жағдайда қолданған дұрыс? Негізгі көрсетілімдері: өт қабының дискензиясы, антибиотиктерді, түрлі препараттарды ұзақ уақыт қолданғанда, дұрыс тамақтанбау кезінде, өт қабының қабынуы кезінде, ағзаның улануы кезінде, бір орында қимылсыз ұзақ отырған уақытта, гепатиттердің әртүрлі формаларында, билиарлы жүйенің қызметі бұзылған кезде. Өт жолын тазалау барысында дәрігердің кеңесін алған жөн. Тазалаудан бұрын кейбір ауруларды емдеп, оның асқынуын алдын алу қажет. Бауыр және өт қызметінің бұзылысының симптомдарына тоқталсақ: оң жақ қабырға астының ауырсынуы, метеоризм, үлкен дәреттің жүрмеуі, тәбеттің болмауы, ауызға қышқыл дәмнің келуі және кекірік, әртүрлі деңгейдегі аллергия, әлсіздік, шаршағыштық. Бұл көрсетілімдерде өт жолдарын тазалауды талап етеді. Егерде өт қабында көптеген ұсақ тастар болса, немесе үлкен конкременттер болса, процедура жүргізілмейді. Себебі өт жолын жауып, қабырғаларын зақымдайды. Сонымен қатар, науқас қатты ауырсыну сезімін сезуі мүмкін. Сонымен, өт жолдарын қалай тазалау керек? Өт жолдарын тазалау асқазан ішек жолдарының асқынуы кезінде, екі қабат кезде сүт емізілу кезінде, адам ағзасында паразиттер болғанда, операциядан кейін, жүрек қан-тамыр жүйесі аурулары кезінде, психикалық аурулары бар кезде жүргізілмейді. Өт тазалау жолдары кезінде дайындықты ішекті тазалаудан бастау керек. Себебі ішектерді токсиндерден тазалау ағзаға қажетті макро және микроэлементтерді сіңіруге жағдай жасайды. Сонымен қатар, қатаң түрде диета сақтау керек. Бауыр және өт қызметінің бұзылыстары кезінде гепатопроекторлар, гептрал, эссенциалик, красил тағы басқа сияқты дәрілерді қолдануға болады. Диета: бауыр қызметіне қысым түспеу үшін және метеоризм болмау үшін жеңіл тағамдарды пайдаланған жөн. Көбінесе кашаларды, сорпаларды, қаймақтарды жеген пайдалы. Алкогольден, майлы және қуырылған тамақтардан қашық болған жөн. Медицинада дюбаж деп аталатын тазару жолын үй жағдайында жасаңыз келсе, қазір минералды сулар өте көп. Соның бірін алып, кешке ол судың газын шығарып қойсаңыз, таңертең аш қарында 36-37 градус жылылықта өзіңіз іше алатындай осы суды аз порциямен асықпай түске дейін 3 литр суды ішіп болу керек. Осы әдіспен айына 1 рет тазалауға болады. Тағы да бір жолы, таңертең аш қарында минералды су ішкенде пайдалы, бірақ оны 2 аптадан артық ішуге болмайды. Өт жолын тазаламас бұрын өзіңіздің дәрігеріңізбен кеңесіп алғаныңыз жөн. Ал сіз өт жолын тазартудың қандай жолын білесіз? Пікір бөліміне жаза кетіңіз. Денсаулығыңыз, байлығыңызды күтіңіз.
ауырмаңыз. Міне бүгінгі менің видеом осындай. Видеом ұнаса лайк басып пікір жазуды және достарыңызбен бөлісуді ұмытпаңыз.